Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Видео барысында сіздер конъюнктивиттің пайда болуы, оның себептері және емдеу жолдары туралы көптеген ақпараттар білетін боласыздар. Конъюнктивит көздің шырышты қабығының қабынуы. Конъюнктивит бірнеше себептерден пайда болады. Олар вирустардан, бактериялардан, сусабыннан, шаң, түтін секілді қоздырғыштардан немесе аллергия, мысалы шаңға немесе линзаға ерекше аллергиясы барларда пайда болады. Кей бактериялар мен вирустардың себебінен туындаған конъюнктивит бір адамнан екінші адамға жылдам тарайды. Алайда егер оған жылдам анализ жасалса, адам денсаулығына айтарлықтай зиян болмайды. Бірақ жаңа туылған нәрестенің конъюнктивиттен сақтаған жөн, себебі мұндай жұқпа олардың көруіне қатер тудыруы мүмкін. Мұндай жағдайдың белгілері оның қабыну себебіне байланысты түрлі болады, бірақ келесілерді қамтуы мүмкін. Көздің ағы және қабықтың іші тұсының қызаруы, жастың көбеюі, таңертең ұйқыдан тұрғанда кірпік арасына бұлшықтың түзілуі, көзден ақ және жасыл зат бөлінуі. Көздің қышуы, көздің қызуы, көз көруінің бұлдырауы, жарыққа деген жоғары сезімталдылық. Егер осы белгілерді байқасаңыз, көз дәрігеріне қаралыңыз. Ол оның пайда болу себебін анықтап, емделу жолын ұсынады. Конъюнктивитті емдеу оның пайда болу себебіне тікелей байланысты болып келеді. Конъюнктивит белгісін жеңілдету үшін көзіңізді шаң тозаңнан және басқа да қоздырғыш заттардан қорғаңыз. Макияж жақпай тұра тұрыңыз және егер линза тағатын болсаңыз, оны қолданбай күте тұрғаныңыз жөн болады. Конъюнктивит басқа адамға жұқпауы үшін не істеу керек? Егер сізде немесе балаңызда конъюнктивит болса, келесі ережелерді ұстаныңыз. Алдымен зақымданған көзіңізді ұстамаңыз және уқаламаңыз. Қолыңызды сабынмен және жылы сумен қайта-қайта жуып жүріңіз. Көзден бөлінген кез келген затты бірден таза мақтамен тазартып, мақтаны лақтырып тастаңыз. Содан соң қолыңызды сабындап жуыңыз. Төсек орын тысын, сүлгілерді ыстық суда сабындап жуыңыз. Макияждан аулақ болыңыз, басқа адамның линзасын тағып көрмеңіз. Көзге тамшы тамызған соң немесе май жаққан соң міндетті түрде қолыңызды сабындап жуыңыз. Егер балаңызда вирусты немесе бактериялы конъюнктивит болса, балабақшаға немесе мектепке жібермей тұра тұрғаныңыз жөн. Жоғарыда аталған ақпараттар сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.